Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Әжесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниеге жаратылған жанды жансыздардың ешқайсысының да керексіз болып жерде қалатын болмайды. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастады. Әже, осы қиқымның еш нәрсе керегі қалмас. Балам, сол да жерде қалмайды. Осылайша сөйлесіп, терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана алып ұшып кетті. Қыз әжесінен: Манағы мақтаны қиқымын бір торғай алып кетті, оны не қалады? Сонда әжесі: Көрдің бе, балам, күн айналмай манағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді.